случай болып кетті. Мен өзім наблюдатель болдым бір ситуацияда. Бұл садик баласы. Мен садикқа өзімнің баланы алара келдім. И бір малай, шундый тәртипсіз ракана малай, шығып келе, қолынан алмасы чүп кетті. И типа шуны шкафқа хәтлеп алып шықты. Бір қыз қарап тұрды, бір бәлеке қыз, тебя Бог накажет, дейді. Мен айтам, молодец қана деген, қыз, а ты малай меня порадовашта. Я стой қыза қарады, точно накажет, точно дейді. Алманы алды, ғафу шкафқа қойды. Бұл бала, мен неше көпмін, ойлар бойы тырышқаны өріні, бұл бала бір өзі 5 секундта аңлатты тігі балаға, ризықның қадірін. Біз балаларға тәрбие берсек, рухи тәрбие, дини тәрбие, ол ислам дini турында ана түгіл, тігі қыз бала, орыс баласы. Ол мен дейдейін болса да, меға қалса, ғайлада ебет тәрбие болады. Тағын қабатлап айтасы келе, біздің әрбір балаларда зор проблема, телефон, ақша. Балаға ақша да керек, мен мектепте карта білен жаталар. Свободный ақшасы бар, ол мектепте ашамай чипс алып ашай. И ол бір ақшаға үйренгеш, ол уже ақшасыз ешей алмай, мына ұрлаулар нелер, ол как раз шуына барлыққа келе. Шуны айтады, мен научный яқтан айтмадым, практик.